Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет медовик пирогын дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет құрамдар бал, сода, қант, сармай, жұмыртқа және де ұн. Алдымен темір ыдысымызға балымызды саламыз. Кез келген балының түрін пайдалансаңыздар болады. Енді оны өте баяу отта ерітеміз. Еріген балымызға ас содасын саламыз. Біздің балымыз үлкейіп, әппақ болып көпіреді. Жиі араластырып тұрыңыздар және баяу отта жасаңыздар. Әбетсе балдың асты күйіп кетуі мүмкін. Әппақ болып көпіргеннен кейін оған сармайымызды саламыз. Сармай ерігенше жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. Мына жерде біздің балымыз жаңағы суы керек. Енді суған балымызды жұмыртқамыздың үстінен құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұн саламыз. Ұнды берілген мөлшерден артық қоспаңыздар, әбетсе өте қатты болып қалады. Жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз осындай жабысқақ болып тұрады. Енді оны салафанға салып, жарты сағат көлемінде 40 минуттай холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан қамырымыз біздің сұйық қамыр осындай қою болып кетеді. Егер сіздер ұнды көп қоссаңыздар, осылай қойланған кезде қамырларыңыз өте қатты болып қалады. Сол себептен де берілген мөлшерден артық қоспаңыздар. Енді оны 9 бөлікке бөлеміз. Мен 22 диаметр формада жасаймын. Пергамент қағазына жақсылап барынша жұқа етіп жаямыз. Кальциямен немесе тарелкамен формалармен осылай кесіп аламыз. Артық қиындыларын алып тастаймыз. Тек соңғы 4-5-еуінің ғана қиындыларын бірге пісіреміз. Ол тортты әсемдеуге қажет болады. Торт көтерілген кезде тортымыз қисық болып қалуы мүмкін. Сол үшін шанышқымен жақсылап тесіп шығамыз көп етіп. Мінекей 9 корждың барлығы пісіп шықты. 2-3 минутта бірден пісіп қалады корждар. Енді кремний мен заварной крем пайдаланам. Бұған сметана, пломбир кремдерін немесе сливки пайдалансаңыздар болады. Менің каналымда заварной кремнің рецептісі бар. Енді әрбір коржымызды алып, жақсылап крем жағып, жинап шығамыз. Бетінде жан-жағын креммен қаптаймыз. Және де қиындыларды үгітеміз осылай. Осылай үгітіледі. Мен торттың жаңағы ортасын осылай ашық қалдырып, қалған жерін жаңағы үгітіп шықтым. Ортасына пластмас қойып қойдым. Енді оның ортасына шоколадты үкіштен өткіздім. Бұл әсемдік ретінде міндетті емес. Холодильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Біздің медовик коржымыз өте керемет болады. Әрі өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.